Сәлем достар, бүгін мен печеньеден осындай керемет пирожный әзірледім. Дайындалуы өте қарапайым, құрамы да өте қолжетімді, және дәмі барынша күтірлік болып келетін шайға таптырмас пирожныйлардың бірі. Жалпы мен пирожныйға жоқпын дейтін қыз-келіншектер үшін өте тиімді әдіс. Бұған көп заттың қажеті жоқ. Ең бірінші оның кремін дайындап аламыз, яғни ол үшін бізге қаймақ және вареный сгущенка, яғни қоюлатылған сүт қажет болады. Екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Дәмі сонда өте әдемі болады. Барлығы біркелкі болғанша араластырып дайындап қоятын боламыз. Одан кейін мен осындай печеньені алдым, өйткені барынша күтірлік болып келеді. Өздеріңізге қажетті ыдыстарыңызды алып, осылай печеньені өздеріңізге қажетті көлемде орналастырып шығуларыңызға болады. Және орналастырып болғаннан кейін жаңағы дайындап қойған кремімізді бетіне жағып, бір тегіс етіп жағып аламыз да, келесі қатарларын дәл солай орналастырып шығатын боламыз. Мінекей, және тағы да осылай кремін арасына жаға отырып, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бірнеше қатарды жасап шығуларыңызға болады. Міне менде осылай кішкене биіктеу болсын деп 3-4 қатар жасағанды жөн көріп отырмын. Енді ол печеньенің көлеміне де байланысты болып келеді. Және де осындай артылған печеньеден бетіне үгітіп әсемдеуге дайындап алсаңыздар болады. Немесе шоколад құйсаңыздар да болады. Мінекей мен жаңа үгітіп алған печеньемді бетіне сәндік үшін әдемілеп сеуіп шығатын боламын, себелеп барлық жеріне толықтай етіп жабылғанша. Мінекей біздің пирожныйымыз дайын болды. Кішкене уақытқа қойып қоюға болады, яғни кремі сіңіп, толықтай әдемі пирожный қалпына келгенше. Содан кейін мінекей осылай кесіп, қонақтарымызға немесе шайымызға ұсынуға болады. Дәмі өте ерекше. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.